Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадты пончики рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы сүтке шым-шым тұз, қант, құрғақ ашытқы барлығын қосып жақсылап араластырып алыңызды. Жұмыртқа және ерітілген сары майыңызды қосып тағы да бірле жақсылап араластырыңыз. Енді аз мөлшерден ұн қоса отырып жұмсақ қамыр илеп бетін жауып 1-1,5 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Содан соң қамырымызды 5 мм қалыңдықта жайып шығып, арнайы формамен дөңгелетіп пішін жасаймыз. Кремге арналған насадкамен ортасына ойық жасап шықтым. Егер сізде бұндай насадка болмаса, ортасында ойықсыз дөңгелек пішінді пончики пісірсеңіз де болады. Қызып тұрған майда пончиктерімізді екі жағына аударып отырып пісіріп аламыз. Енді шоколадный глазурымызға пончиктерімізді батырып, үстіне кокос стружкаларын сепсеңіз болады. Мінекей біздің шоколадты пончиктеріміз дайын, жып-жұмсақ әрі тәп-тәтті, ерекше болып шығады. Ас болсын.